Сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі сабақ ұлттық дәстүрлер. Тема урока национальные традиции. Бүгінгі сабақта қазақтың салт дәстүрлері туралы айтып беруді, ашық хат жазуды үйренесің. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Көже, ат қою. Ат, есім – это синонимы. Переводится имя. Тұсау кесу. Иногда говорим тұсау кесер. Дәстүр. Мағына. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұраққа жауап бер. Первое упражнение. Послушай, ответь на вопрос. Наурыз мейрам мәндекен. Ұлттық киім сәндекен. Таңдайыңнан кетпейтін. Көжесі де дәмдекен. Шәмшия Жұбатова. Теперь вопрос. Сұрақ. Өлең не туралы? Стихотворение о чем? Правильно. Наурыз мейрамы туралы. Значит, стихотворение о празднике Наурыз. Екінші тапсырма. Оқы, сұрақтарға жауап бер. Второе упражнение. Прочитай, ответь на вопросы. Әр халықтың салт дәстүрі бар. У каждого народа есть свои традиции и обычаи. Сол дәстүрлердің бірі балаға ат қою. Одна из таких традиций – дать ребенку имя. Әр есімнің өз мағынасы бар дейді атам. Каждое имя имеет свое значение, говорит мой дедушка. Қазақ халқы бала есіміне ерекше мән берген. Казахи придавали особое значение имени ребенка. Әдетте балаға белгілі және атақты адамдардың атын қойған. Обычно ребенку давали имена известных и знаменитых людей. Енді сұрақ. Сенің атыңды кім қойған? Теперь вопрос. Кто назвал твое имя? Здесь мы отвечаем в первом лице. Менің атымды. И здесь уже говорим, кто нам давал имя. Например, если дедушка, говорим атам қойған. Менің атымды атам қойған. Если папа, говорим менің атымды әкем қойған. Второй вопрос. Ол қандай мағына береді? Какое значение дает? Какой смысл он дает? Когда отвечаем, здесь вопрос «қандай». И вместо «қандай» мы пишем ответ. Ол жұлдыз деген мағына береді. Үшінші тапсырма. Суретке қара. Бұл дәстүр саған таныс па? Айтып бер. Третье упражнение. Посмотри на картинку. Вам знакома эта традиция? Расскажи. Теперь, когда мы отвечаем, здесь есть тірек сөздер, опорные слова. Здесь тұсау кесер, салт дәстүр, бата, әжелер, анасы. С этими словами можно составить предложение. Например, эта традиция называется тұсау кесер. На казахском бұл тұсау кесер дәстүрі. В тұсау кесер участвуют дедушки и бабушки. На казахском языке будет тұсау кесерге аталар, әжелер қатысады. Здесь есть слово бата. Ребенку благословение дает дедушка. На казахском языке будет ата балаға бата береді. Төртінші тапсырма. Үлгіге қара, ашық хат жаз. Посмотри на образец, напиши открытку. Давайте послушаем образец. Сәлеметсіз бе, қымбатты ата.
Здравствуйте, дорогой дедушка. Жақында інім 1 жасқа толады. Скоро моему брату исполнится год. Біз тұсаукесер дәстүрін өткіземіз. Мы проводим традицию тұсаукесер. Мен ініме жақсы ойыншық іздеп жүрмін. Я ищу хорошую игрушку для своего брата. Сәлеммен, немереңіз Архат. Привет, ваш внук Архат. По этому образцу мы сейчас напишем свою открытку. Нам нужно менять слова. Например, вместо ата можно написать әже. Вместо энем можно написать қарындасым, сестренка. И получится у нас другая открытка. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.